Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан және бұл Баукаплей арнасы. Бүгінгі видеода мен қазақтар қалай қазақтың мұнайынан табыс таба алатындарын айтамын. Миллиондаған адамдар қазақтың мұнайынан түсетін пайданы халыққа беріңдер деп қоймайды. Бірақ егер олай істесе, адамдар жұмыс істемей кетер. Нәтижесінде біз бүткіл мемлекет болып, тек мұнайдың бетіне қарап отырар едік. Оның үстіне бұл үлкен инфляцияға алып келуі мүмкін, себебі адамдарда қаржылық сауаттылығы жоқ. Сондықтан ақшаны ешкімге керек емес көліктер, тойлар мен айфондарға құртып тастайды. Сол үшін адамдар ақшаның құнын түсіну үшін және адамдар капитализм не екенін түсіну үшін компанияның акцияларын сатып алу арқылы мұнайдан түсетін пайданы алуға халыққа мүмкіндік берілді. Бірақ қарапайым халық ол туралы әдеттегідей тіпті естіген де жоқ. Себебі олар той тойлаумен, мал бағумен қолдары тимей жүрді. Ал мен тек елге бұл ақпаратты жеткізумен ғана емес, өзім де ол компанияның акцияларын